Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді шығатын горох сорпа дайындайтын боламыз. Жасалуы өте оңай. Қазанымызға суымызды құйып, етімізді саламыз. Етіміз қайнағанша пиязымызды, картошкамызды, болгарскийімізді турап дайындап қоямыз. Болгарский менде қысқа сақтап қойған, қатырылған түрі. Сіздер де осылай қысқа сақтап қойсаңыздар болады. Горохымызды жақсылап жуып, тазалап аламыз. Етіміз бір қайнағаннан кейін бетінде көбігін аламыз. Көбігін алғаннан кейін горохымызды сала береміз. Себебі горох бізде көп қайнайды. Бөлек табада пиязымыз бен болгарскийімізді қуырып аламыз. Томат қосамыз. Горохымыз пісуге жақындағанда картошкамызды саламыз. Үстіне пиязымыз бен жаңа қуырып алған болгарскийімізді саламыз. Та 5-10 минут қайнатып, етімізді бөлек турап дайындап қоямыз. Сорпамыз дайын. Ыдысымызға құямыз. Жаңа турап дайындап алған етімізді салып, аскөкпен әрлейміз. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.